көзіме өзім сене алмай тұрмын. Ал, Қарнаққа қош келдің, балақа. Жеттік ау ақыры. Уақытында келдік. Күн тұтылғанға дейін әлі бір күн бар. Жолымыз болды. Достар, сәл аялдайық. Асығатын ештеңе жоқ. Азат? Иә, қазір. Мен мұна сұлулыққа көзім тоймай тұр. Қазір қуып жетемін. Міне, Қарнаққа да жеттік. Арғы жағында Луксор қаласы бар. Айнала неткен әдемі еді. Бірақ мұның бәрі аяқталып, өз үйіме қайтатыным өкінішті. Фрик! Мына бала ұзақ отырды ғой. Көріп келейінші өзін. Ай, басым. Біз қайдамыз? Әй, Фрик, қайда кеттің? Сен жолды білесің де үміттенем. Азат? Қап. Керемет. Таңсық құрып қой. Бұл не? Сәлем. Сендерден төнетін қауіп жоқ сияқты. Кешіріңдер, мына жерден қалай шықсам болады? Білмейтін сияқтысыңдар. Азат! Сұлтан? Сен мұнда қайдан? Кеттік! Рахмет. Азат, біздің қасымызда бол. Алысқа кетпе дегенім қайда? Мен негізі алысқа кеткім келмеген. Бірақ маған шытырман оқиғаның ортасында жүргені ұнайды. Ал біздің сапарымыз аяқталуға жақын қалды. Бір шытырман оқиға таусылса, екіншісі басталады. Бастысы қол қусырып отырмай, қалаған дүниең үшін күресу керек. Сен ұлы даланың азамат емессің бе? Жүр, кеттік.
Ақыры өзің келген екенсің ғой. Халқыңның сүйіспеншілігіне бөленіп, еліңді билейтін уақытың болып еді. Ал сен не істедің? Менің тағымды бүгін де, ертең де, кейін де тартып ала алмайсың. Я, сен сұлтан бола алмайсың. Зұлым адаман тұтас бір қаланы жоқ қылды дей ме? Бірақ ақиқат ол емес. Тақтың да, биліктің де маған керегі болған жоқ. Зұлым күш жер бетіне түскенде билеушілер менен көмек сұрады. Ақыры мен зұлым күштің бәрін тас құрсауға қамауға мәжбүр болдым. Тас құрсаудың астында қала халқымен бірге менің отбасым да қалды. Ал кейін сиқыршылардан көмек сұрағанда, арасында сенің иығыңда отырған қоңыз да бар. Олардың маған не дегенін білесіңдер ме? Біреуін босатсақ, бәрі құтылып кетеді деді. Кейін мені қарғап сілеп шөл далаға қуып жіберді. Ал мен жақындарымды жоғалтып, қайғыдан азап шектім. Шындық осы. Білезікті маған бер, сұлтан. Өтінем. Отбасыммен қайта қауышуға кедергі келтірме. Шындықты айтқаныңа рахмет, Адамант. Бірақ мен саған көмектесе алмаймын. Жарайды. Қалауың білсін. Мә саған! Біздің мүмкіндігіміз осы. Сен және сенің ата-бабаң менің тағдырымды күл талқан еттіңдер. Жол! Сұлтан! Қане, физика пәні маған күш бер. Оның айтқаны рас па, Флик? Ол кітапта жазылғандай зұлымға ұқсамайды екен. Тарих бір жақтың ығына жығыла жазылады, Азат. Зұлымдарда батыр болып кететін кез болады. Кейде керісінше. Сонда біз жеңдік пе? Біздің сапарымыз мұнымен біткен жоқ. Мына жерден шығайық. Мен де соны ойлап тұр едім, шығатын есі қайда екен? Мүмкін мыналар білетін шығар. Қалай, жақсы шығып жатыр ма? Керемет сурет болды, досым. О, келдіңіздер ме? Тағы да адасып кеттіңіздер бе? Карнаққа апаратын жолды көріп келдік. О, жақсы болған екен. Ал менің екі парағым мынаның қарны салуға кетті. Ей, ішіңді тарт дедің, мен тартып тұрдым ғой. Екі парағым кетті, Қарат. Екі парағым. Кеттік.